сұраққа жауап береміз. Тербелістер дегеніміз не? Айтамыз. Тербелістер. Тербелістер екі бөлінген, еркін және еріксіз. Еркінге ішкі күштер әсерінен ішкі күштер болады, қозғалыс айтамыз. ал еріксізге сыртқы күштер әсерінен болады. Жақсы, тербелім маятниктің тербелістері. Жалпы математикалық маятниктер тоғылмайтын форматы ұзын жіпке ілінген кішкентай ауышарды біз математикалық тербелісті жатқыза аламыз. Ал серпелі тербеліске біз яғни пружинаға ілінген денені қарастыруымыз болады, соның тербелісті қарастыруымызға болады. Негізі математикалық тербелістер, яғни периодты түрде қозғалып отыратындықтан негізгі формуласы бізде Т тең болады 2π түбір астында L бөлінген G. Яғни бұл жердегі бізде 2π деп отырғанымыз, Т деп отырғанымыз бізде период, L деп отырғанымыз бұл жерде жіптің ұзындығы, ал G деп отырғанымыз еркін түсу үдеуі. Дәптерімізге жазып аламыз. Тектеліктері математикалық маятниктің қозғалысы тербелісі. Бізде ол да периодты түрде қозғалатындықтан периодты табамыз. Формуласы 2π түбір астында N бөлінген К. Яғни N деп отырғанымыз бұл жерде бізде сол дененің несі болады? Массасы болады. Массасы өлшем бірлігі. Бізде қалай масса өлшем бірлігі? Килограмм. К деп отырғанымыз бұл жерде қатаңдық коэффициенті. Яғни бұл жерде серпелі маятниктің формуласы осы формамен анықталады. Дәптерге жазып аламыз. Құрлықтағы 25-ші жаттығудың есептерін шығарамыз. Бірінші есеп бойынша Гүлжайна оқыңызшы. Ұзындығы 1 метр болатын математикалық маятниктің тербеліс периодын есептеңдер. Тербеліс периодын есептеңдер. Жақсы, берілген жазайық. Қанша есепке? Кел шығамыз. L тең 1 метрге. Табу керек периодты осы формуламен шығарамыз. 2π көбейтілген түбір астына L бөлінген G. 2 көбейту 3,14 көбейтеміз түбір астында 1 бөлінген 10. 2π тең болады 6,128-ге. Оны көбейтеміз осы шыққан санға. Тең болады 1,1. Жақсы оқушылар, бірінші есепті дәптерге жазып аламыз. 25-ші жаттығудың екінші есебі барлығымыз өз орнымызда орындайық. Екінші есеп берілген Аида оқыңызшы. Жақсы. Кім тақтаға шығады? Жақсы, шығалымыз Аида. Сызбаларда бөлшімнің формулаларды қолданам, яғни бұл жақта төртті көбейтсем толықтың есебіз, ал мында толықтың есебін қысқартып, ол 4-тен 7 шығады. Яғни олардың теңі 0,125 метр, оны дөңгелек теңінде 25 метр. Яғни маятниктің ұзындығы 25 метр. Оқушылар ары қарай эксперименттік тапсырма әр топқа осындай үш қатарға беріледі. Штатик тақтадағы, яғни осы штатик жіп сызғыш секундамен көмегімен жүйенің 30 секундтағы тербеліс периодын табасыздар. Мына қатарға жинала қойыңыздар.